жарылқасы, ән құрмасы құтты болсын. Менің есіме мына Әсет ән салып отырғанда бір шалдардың бір әңгімесі түсіп тұр. Ырмақтың сайын білесіздер, Саятөстің күнбатысындағы. Сол ырмақтың сайында атақты Дәулеталы жары Сарғұл Сейіс Бозашта болып жатырған асқа атын, саратын алып аттанады. Бір себептермен, не себеп екенін айтпаймын, кеш шығады. Және сөйтіп келе жатқанда үкіден ат үркіп, баланы жығып кетеді. Сөйтіп атты ұстай алмай біразға дейін. Содан Сарғұлдың өзін айналып келіп, «Ей Сарат, енді сен де мені жерге қаратайын дедің бе?» дегенде аты оқыранып тұра қалады. Сөйтіп атты ұстап, енді ат айдалып кететін болды, кешігетін болды. Сол кезде қасында Шолтаман әншіге адайдың 7 қайқысының бірі Шолтаманға айтты дейді: «Томпының самалығы атақты Самалық би тақуа адам еді, сахарда тұратын еді, жүрегінің көзі ашық адам еді, сол бір естір ән сал» деп айтты дейді. Содан Шолтаман үзеңгіні тебініп тұрып атты, әнді салды. Сол таңертең дәрет алып, таң сақарда дәрет алып жүрген Томпының самалығы Шолтаманның дауысын естіп, айдалайын деп жатқан атты кідіртіп, содан сол Сарат бәйгеден жалғыз келеді ғой, жарықтық, оның әңгімесі көп. Енді сол құсап бүкіл осы қайқылардың әрқайсы туралы аңыз өргізіп әңгіме айтып беруге болады. Мен мына Әсетті тыңдағанда сол шалдарым есіме түседі. Кешегі 7 қайқы, оның ішінде сол қайқыларға кірмей қалған қаншама анау Қаржау шеруін, анау Қожантай Қойбастан бастап кешегі Ұлы Отан соғысына аттанып содан жоқ болған Өскінбайдың Қамитіне дейінгі, кеше жаңа ғана әндер айтылған Бая Ахмет Жұбанов жазатын адайдың дауысы қара жерді қағайырған адайдың әнші Борашы деп Қыдырбайлы Бораш 37 жылы атылып кеткен. Кешегі Саттықұл атамыз Елбайдың ішінде сөз кеттау, Өткілбайдың ішінде үн кеттау деп өкініп жылатып кеткен артын Өткілбай әншілер сияқты ұлы әншілер өткен. Сол сарында, сол баба сарының бабауын үнін үзбей бізге жеткізуге кешегі орта бұғыдан кейінгі буындар, Шамғұл атамыздан бастап кешегі Сүкеңдерге дейінгі, оның бер жағындағы Атшыбаев Сеубай, Шыртанұлы Ізбасар, Тасболатұлы Құбашұлы Күріш сияқты бұлбұл әншілер сол баба сарының бабауын бізге жеткізген. Енді бұл Әсеттің несіменен құнды, несіменен бізге бәсі бар. Бұл сол баяғы даланың үнін, бабаның үнін, сол аңын бұзбай жеткізуменен қымбат. Қазір әшіреңкі әуен көп, әшіреңкі жаңағы әуен көп, жеңілтек, жилетек әуен көп. Соның тіпті дәстүрлі әндердің өзі бұрмаланып кетіп бара жатыр. Сол бұрмаланып кетіп бара жатқан әннің тош, сол жаңағы аждаханың деміндей болып, мынау дажалдың деміндей болып, ақыр заманның лебіндей болып, үскіріп келе жатырған замананың дауылына ырық бермей, шыңның басында шынардай болып қақайып тұрған мынау менің Әсетінім. Бұны жаңа айтып жатырмыз, консерваторияны тастап кетті деп. Міне апам тәрбиелеген, апам келіп тұр міне ортаға. Ал енді бұл, мен сол кезде мен де ренжігендердің бірімін, тастап кеткен үшін. Бірақ кейін мен мұның табиғатын танығаннан кейін түсіндім. Бұл өліп қалсаң да қалаға басынан мүйізінен байлап, төрт аяғын шідерлеп қойсаң да бұл қалаға жаратылмаған адам. Бұл даланың адамы, бұл даланың үні. Әсет бізге сонысымен қымбат, сонысымен қызықты. Ал енді жаңа 7 қайқының ізіндей болған 7 жігіт шықты. Анау Сәбит бар, Нұрым бар, Әзімхан бар, анау даладан келген Алшын бар, анау Оспан бар, Алпысбек бар, Темірбек бар, тағын қалып қойды. Міне осындай жаңа перінің жігітінде еріктелген деп, осылардың көріп отырып, Құдайға шүкір екен біз, Әсет іссіз емес екен деп, әр заманда біздің ана топырағымыз, ата топырағымыз туғызып тұрған, міне мынау асылдың қиығы, алтынның сынығы жаңа бекешті ашқан, міне Өскінбайдың, 7 қайқының бірі Өскінбайдың немересі, Мұраттың кейінгі ұлы Әзірбай,
бүкіл күйдің мектебін сол күйі ұстатты кейінгі ұрпаққа. Елдос Еміл жырдың керуенін сол ұстатты кейінгі ұрпаққа. Әннің тізгінін міне Әсет ұстатып отыр. Осы бұйдадан айырылып қалмасын ұрпақ. Құтты болсын.